Баршаңызға қайырлы күн. Менің тәтті әрі тез дайындалатын тағамдар рецепт каналына қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен баклажаннан жасалатын салат түрін дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге осындай екі баклажанымызды жуып тазалап аламыз. Одан кейін жоғарғы бөлігін кесіп алып тастаймыз. Дәл осы ретпен баклажандарымызды орташа қалыңдықта осылай пышағымыздың көмегімен біркелкі етіп барлығын кесіп дайындап аламыз да ыдысымызға салып, үстіне шамалы 2 немесе 3 қасық тұзымызды салып, одан кейін суымызды құйып, жарты сағат уақытқа тұндырып қоямыз. Себебі баклажанымыздың ащы суы шығуы керек. Одан кейін осындай тағамға арналған қағаз сүлгілерімізді қойып, оның үстіне жарты сағат уақыт тұрған баклажандарымызды осылай суынан сорықтыру үшін біркелкі етіп жайып аламыз да үстінен қағаз сүлгімен осылай сүртіп шығамыз. Ендігі кезекте ыдысымызға бір жұмыртқамызды жарып, оны шанышқымыздың көмегімен осылай араластырып дайындап аламыз. Ол бізге баклажанды дәл осы жұмыртқамызға аунатып алу үшін керек. Екінші ыдысымызға панировочные сухарики, яғни тағамға арналған сухарикімізді дайындап аламыз. Формамыздың үстіне пергамент бумагамызды қойып, баклажанымызды осылай жұмыртқаға аунатып, бір жақ бетін сухаримызға аунатып, формамызға біркелкі етіп қойып дайындап аламыз. Одан кейін алдын ала қызып тұрған пеште 15-20 минут пісіріп аламыз. Суығанша біз салмасына кірісетін боламыз. Ол үшін бізге укроп және де чеснок қажет болады. Оларды осылай майда көлемде жақсылап біркелкі етіп турап дайындап аламыз да алдын ала дайындап алған майонезіміздің үстіне укробымыз бен чесногымызды салып, қасығымыздың көмегімен жақсылап біркелкі болғанша араластырып аламыз. Одан кейін арасына салу үшін бізге қызанақ қажет болады. Осылай дәл видеодағыдай қызанақтарымызды ірі көлемде осылай турап аламыз. Одан кейін тақтайымыздың үстіне қуырылған баклажанымызды, яғни духовкада пісірілген баклажандарымызды қойып, үстіне майонезді соусымызды жағып, оған салат жапырақтарын қойып, оның үстіне помидорымызды қойып, осылай видеодағыдай орап дайындап шығамыз. Егер рецепт ұнаса, комментарий қалдырып, лайк басып, каналыма тіркеліп кетсеңіздер болады. Рецепті описание бөлімінен таба аласыздар. Міне, біздің өте керемет, жұп-жұмсақ әрі өте тойымды болып шыққан салатымыз дайын. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.